Ой беке, Алакөз деген кедей адам екен. Байдың жылқышысы көрінеді. Үйі қайсысы? Анау шетте тұрған қараша үй. Жүр, мені ертіп барғын дейді. Шапқыншы ертіп барды. Алакөздің үйі қара жамау, тесік-тесік, ішінен қараса сырты көрінетін қараша үй. Алакөз қайда? Анау құдық басында мал суғарып жүр. Шақырып кел. Орта жастағы әйел шапқыншыға шидің ішінен бір тостаған айран ұсынды. Шөлдеп келген адам айранды тұшына жұтып, басын көтере бергенде үйге ұзын бойлы 35-40-тың ар жақ бер жағындағы жігіт ағасы кіріп келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алакөз деген сіз боласыз ба? Мен боламын. Сен болсаң ауылыңа мейман келді. Төле биді білесіз бе? Ойбай, білмегенде ше. Оныңыз не дегеніңіз? Төкеңді кім білмейді? Ол кісіні бүкіл қазақ түгілі өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түркмен түгел біледі емес пе? Ал енді сол төкең мына түркмен жақтан келе жатыр еді. Бүгін сенің үйіңе қонақ болады. Қонақты қарсы алуға жағдайың бар ма, батыр? Ойбай, бар жағдайым. Ол кісіні Құдай айдап біздігіне келсе, одан артық бақыт бар ма? Байларға бармай біздігіне келгеніне 1000 мәрте шүкіршілік етеміз. Ал қатын, Хамдан, байдан бір мал сұрап келейін. Шапқыншы қайта шауып кетті. Алакөз де атына мінді. Келін сәлем беріп, Төле биді серіктерімен үйіне әкеп түсіреді. Алаша кей жетпеген жерге қамыс төседі. Үй кісіге толды. Жалғыз сиырының айранына суды қосып жіберіп, шалап жасап, бір-бір тостағаннан сусын ұсынды. Біреулерді жүгіртіп, байлардың үйінен самауыр қарызға нан алдырды. Ауыл хабарланып жиналып қалды. Ой, Алакөздің үйіне Төле би келіп түсті. Қасында бір топ жолдасы бар деген хабар байға да жетті. Домаланып ол да келді. Келіп, о төке деп сәлем беріп шұрылдасып жатыр. Төке, біздің үйге неге түспедіңіз? Мынау балаңызды ұялтқаныңыз қалай? Сонда Төле, халқым үшін мен Төле би болып тұрып, барға ғана түсіп, кедейлерді есіме алмасам, онда әділет бола ма? Байға жақ боп кедейдің ақысын жібермесем, онда жұрт әділетті деп айтар ма еді? Мейірімім түсіп, мына Алакөздің үйіне қонақ болғым келді. Ал енді бәрің бірдей ағайынсыңдар. Құрметтерің болса, істей беріңдер. Лездің ішінде ақ киіз де келіп қалды. Текемет те, жастық та келіп қалды. Алакөздің үйінде жоқ болғанымен елде бар. Мал сойылып, ауыл адамдарының бір сыпырашы жиналып, әңгіме тыңдап, төкеңмен бірге отырды. Бір кезде Төле би сыртта жүрген Алакөзді шақырып алды. Алакөзім, балаң бар ма? Қанша балаң бар? Уа бияға, менің балам емес, Құдайдың баласы деп айтайын. Бір қыз балам бар. Осы үйде жүрген келіннен бе? Осы келініңізден. Жақсы екен. Келін қай елдің баласы еді? О бияға, келініңіз мынау Қожа атамның тұқымы еді. Тектұрмас деген әулиенің әулетінен. Жақсы екен. Жарайды келінім. Балам, әлгі қызыңды, Данагүлді шақырып кел. Үлкен кісілердің әңгімесін естіп отырсын. Бала ғой. Данагүл көрші ауылда қыздармен отыр еді. Әкең шақырып жатыр деп, бір келіншек барып шақырып келді. Атаңменен амандас, деді оған шешесі, ақыл айтып. Ол кісілерді мен көргенмін, бағана күндіз сәлем бергенмін. Мені таниды, деді Данагүл. Бір кезде тамақ пісті. Төле бидің алдына бата сұрап бас келді. Әлгі Данагүл, баламды шақыршы. Табаққа бата беріп болғаннан кейін жерде Төле би басты қасқалап пышақпен кесті де, бір ұртын өзі аузына салды. Бір құлағымен таңдайын алып, қарағым Данагүл, келші өз қолымнан ұсынайын. Құлақ бергенім екімнің бірі бол. Таңдай бергенім айттырмай біліп, құпия жұмбақ сырымды шешіп өсиетімді жұртқа жайып жүретін балам бол, міне деп ұсынды. Данагүл еңкейіп қолын алып, рахмет ата, айтқаныңыз қабыл болсын, деді басын иіп. Жолаушылар қонақ болып жатты. Таң атты. Шай ішіп отырғанда жұртқа Төле би: «Оу жігіттер, мына Алакөз мырзамен құда болғым келіп отыр.